Сәлеметсіздер ме? Қазір сіздер Исайдың ісі фильмінің қысқаша мазмұнын тыңдайсыздар. Көруге жағымды уақыт тілейміз. Жас үйсіз қыз Кайла есірткінің әсерінен қатты қиналып жүреді. Ол сәбиін емізіп болған соң көшеге алып шығады. Сол жерде оған кезекті доза ұсынады. Көп ойланбастан Кайла жап жатқан ұлын кедергі жасамасын деп қоқыс үйіндісіне салып, үстін картонмен жауып кетеді. Түні бойы қыз есірткінің әсерімен уақыт өткізіп, баласын мүлде ұмытып кетеді. Таң ата жұмысшылар қоқысты таситын көлікке тией бастайды. Сәбидің жатқан қорабы дәл престің астына түспек болады. Абырой болғанда, жұмысшылардың бірі артына бұрылып, соңғы сәтте механизмді тоқтатып үлгереді. Нәрестені дереу ауруханаға жеткізеді. Дәрігерлер оның өмірі үшін күреседі, өйткені сәби түні бойы аязда жатқан еді. Осы ауруханада әлеуметтік қызметкер Маргарет Левин жұмыс істейді. Сәби өздігінен демала алмайды. Жағдайы өте ауыр болады. Кенет оның миына қан құйылғандай ұстама басталып, жансақтау бөліміне жеткізіледі. Ал сол уақытта Кайла есірткі жиналатын орында есін жиып, бірден қоқыс жәшіктеріне қарай жүгіреді. Бірақ оны үйсіз бір ер адам қуып жіберіп, бұл жерден кетуін талап етеді. Дәрігерлер сәбиді аман алып қалады. Ол бар болғаны 3 күн бұрын дүниеге келген, бірақ анасы сияқты есірткінің әсеріне тәуелді болып үлгерген еді. Баланың есімі Исая. Есірткінің әсерінен әлсіреген Кайла кешке дейін көшеде сенделіп жүреді. Кейін дүкенге кіріп, полицейдің көз алдында азық-түлікті ұрлай бастайды. Қолына алған заттармен ештеңе болмағандай сыртқа шыға бергенде ұсталып қалады. Полицейлер оның заттарының астынан тыйым салынған есірткі заттарын тауып алады. Маргаретті үйінде қызы мен сүйікті жары күтіп отырған еді. Өкінішке қарай, ауыр жұмыс олардың отбасылық өміріне де әсерін тигізіп жүрген болатын. Рождество мерекесі де жақындап қалған, ал Исая оны жалғыз қарсы алатын сияқты. Оның анасы қатаң тәртіп орнатылған оңалту орталығына жіберіледі. Енді бір ғана қателік жіберсе, Кайла қайтадан көшеге немесе түрмеге түседі. Маргарет кішкентай Исаямен барған сайын көбірек уақыт өткізе бастайды. Бір күні ол күйеуіне баланы асырап алғысы келетінін айтады. Күйеуі Чарли баланың тәуелділігі кейін әсер етуі мүмкін деп алаңдағанымен, көп ұзамай олардың қызы Ханнаның қара нәсілді кішкентай інісі пайда болады. Ханна оны қолына алған сәтте сәби бар даусымен жылай жөнеледі. Қуаныш тез арада ренішке айналып, қыз үйден шығып кетеді. 3 жыл өтеді. Чарли Исаяны туған ұлындай тәрбиелейді. Ақыры барлық құжаттары да дайын болып, ерлі зайыптылар оның заңды ата-анасына айналады. Исая болса әлдеқашан Маргаретті анам деп атайтын болған еді. Бүгін Ханна мектептегі сахнада өнер көрсетеді. Оны қолдауға бүкіл отбасы келеді. Алғашында Исая күліп, әпкесінің атын дауыстап шақырып отырады. Бірақ барабан тарсылдаған сәтте қатты шошып, аяқ астынан ұстамасы басталады. Ол бүкіл залға айқайлап жылайды. Сондықтан Маргарет оны сыртқа алып шығуға мәжбүр болады. Зачем ты его привел? Это был мой спектакль. Ты знал, что он что-нибудь натворит. Әкесі қызынан ренжімеуін өтінеді. Інісі оны өте қатты жақсы көреді, тек өзін басқаша ұстай алмайды. Шын мәнінде Ханнаға анасының көңілі жетіспейтін еді. Ол анасының өз өнерін көргенін қатты қалаған болатын. Ал сол уақытта Кайла есірткіден толықтай арылып, бір жағымсыз әйелдің үйінен бөлме жалдап тұрып жатқан еді. Ол үйде қарауға тиіс көптеген балалар тұрады. Бірақ Кайла үнемі өзінің кішкентай ұлын еске алады. Әлеуметтік қызметкер Гасси алдымен Кайланы сауат ашуға үйретіп, өмірін түзегісі келеді. Алайда қыз қырсығып оқуға еш қызығушылық танытпайды. Кейін мәселе кітапта екені белгілі болады. Онда жақсы ана болу туралы жазылған еді. Ал Кайла шын мұндай жолдарды оқу нағыз азап болатын. Что случилось? Я выбросила его, моего малыша. Выбросила в мусорный бак. Я убила его. Кайла үйіне келгенде бүкіл пәтердің іші қанға боялғанын көреді. Үй иесінің баласы түсіп қалып, ауруханаға жеткізілген екен. Сондықтан үйдегі балаларға қарау Кайланың мойнына жүктеледі. Кіреберісте жүрген бір жігіт көмектесуді ұсынады, бірақ Кайла оны қуып жібереді. Жастығының астынан есірткі қолданатын түтікшелерді тауып алып, таныс иісті сезгенде есінен танып жаздайды. Сол кезде оны әлгі мазасын ала беретін Эдди тауып алады. Қыз оған қанша дөрекі сөйлесе де, жігіт Кайлаға жақындауын тоқтатпайды. Ақырында көңілді Эдди оның жүрегін жібітіп, жаман ойлардан алыстатады. Кайла ақ нәсілді ерлі зайыптылардың үйіне қызметші болып жұмысқа орналасады. Үй жинап жүрген кезінде Гасси телефон шалып, тез келуін сұрайды. Ол Кайланың ұлының аман екендігін айтады. Исая заңды түрде асырап алынғандықтан, енді оны жай ғана барып көру мүмкін емес. Кайла қатты толқып кетеді, дәл қазір Исаяны көргісі келетінін айтады. Кейін ол архивке жасырын кіріп, Исаяны асырап алған отбасының қайда туатынын анықтайды. Осылайша ұлын алыстан болса да көреді.
артынша Маргаретті байқатпай аңди бастайды. Маргарет Исаяны күтушіге тапсырады, ал Кайла ұлының соңынан ере береді. Олар балалар алаңына тоқтағанда, Кайла өзі қарап жүрген баланы қалдырып, Исаяға жақындап оны көтеріп алады. Дәл сол сәтте кішкентай Джози жылай бастайды. Сонда ғана Кайла есін жиып, Исаяны орнына қойып, қайтадан қыздың жанына оралады. Ол өз-өзін қолға алып, ақымақтық жасамауы керектігін түсінеді. Гасси Кайлаға адвокат Кадар Луиске жүгінуге кеңес береді. Кайла ата-аналық құқығын қайта қалпына келтіруге үміттенеді. Бір жағынан ол ұлын шынымен қоқыс жәшігінің жанында қалдырған, бірақ екінші жағынан оған баласының асырап алынғаны туралы міндетті түрде хабарлануы керек еді. Кайла адвокатқа ақша төлемейді. Ол әлеуметтік істермен айналысады, ал жеңіске жеткен істер кейін заңдық прецедентке айналады. Бұл іс дәл сондай болатын. Ең үлкен мәселе Кайлада Маргаретте өздерін Исаяның анасы санайды. Маргареттің өмірі қалыпты жалғасып жатқан еді, бірақ бір күні оған ресми хат келеді. Шошып кеткен әйел бірден күйеуіне телефон шалады. Кайла ата-аналық құқығынан бас тартпаған екен, және енді асырап алу шешіміне қарсылық білдірмек. Ерлі зайыптылар да өздеріне адвокат жалдайды. Маргарет кезінде нәрестенің туыстарын тауып, асырап алынғаны туралы хабарлау үшін барлық түрмені тексеріп, тіпті жеке детектив жалдағанын айтады. Бірақ үйсіз адамдарды табу өте қиын болған. Ал енді егер шешім жауапкердің қатысуынсыз қабылданған болса, сот оны күшін жоя алады. Тіпті анасы есірткіге тәуелді болып, баласын қоқысқа тастап кеткен болса да. Жағдайды қиындататыны Исая қара нәсілді бала, сондықтан кейбіреулер оның өз ортасында өскені дұрыс деп есептейді. Посмотри на наши руки. Чем они отличаются? Мои руки маленькие. Кайла үйде жоқ кезде мазасын ала беретін Эдди балаларға қонаққа келіп, теледидарларын жөндеп береді. Бірақ соған қамастан Кайла оны тағы да қуып жібереді. Почему ты с ним такая грубая? Он хоть и туповатый, но милый. Келесі жолы Эдди Кайланы көшеде күтіп алып, азық-түліктерін көтерісіп береді. Қыздың көңілінен шығу үшін не істеу керек екенін ойлаған соң, ол ештеңе деместен Кайланы сүйіп қояды. Таңғаларлығы, бұл жолы әрекеті нәтиже береді. Егер Кайла Исаяны қайтарғысы келсе, өз алдына бөлек пәтер жалдау керек болады. Бірақ айына $300 төлеу оған оңай тимейді. Оның үстіне мынадай нашар ауданда туудың өзі қиын. Тағы бір мәселе, Эддиден алыстау керек. Оның үстіне ол әлі ресми түрде әйелімен некеде еді. Қарсы тарап мұны міндетті түрде пайдаланып, Кайланы жаман жағынан көрсетуге тырысады. Кадар үшін қара нәсілді балалардың қара нәсілді аналармен бірге өскені өте маңызды. Сол себепті ғана Кайлаға көмектесіп жүр. Ал Кайла өзі бірге тұрған балаларға қатты бауыр басып қалған еді. Енді олар қайтадан өмірден түңілген өз аналарының қолында қалады. Кайла жаңа пәтерін жөндей бастайды. Эдди оны тауып алып, балаларды ертіп қонаққа келеді. Ол бәріне көңілді кеш ұйымдастырмақ болады, бірақ алдымен әйелі туралы бәрін түсіндіруге мәжбүр. Эдди әйелімен бірге тұрмайтынын, тіпті көптен бері сөйлеспейтінін айтады. Соған қарамастан Кайла одан өзінен алыс жүруін сұрайды. Қыз сотқа бармас бұрын өзіне қарап, әдемі киініп мүлде өзгеріп шыға келеді. Дәл сол жерде ол алғаш рет Исаяны аман алып қалған ата-анасымен бетпе-бет кездеседі. Екі ана бір-біріне үнсіз қап қалды. Кайла 2 жылдан бері ешқандай есірткі қолданбай жүргенін айтты. Бәрі де Исаяның арқасында. Өйткені оны қоқыс жәшігіне тастап кеткен күннен бері өмірін өзгертуді шешкен. Бұл сөздер Маргаретті қатты күйзелтті. Осындай қорқынышты әрекет жасаған адамға қалайша сөз беруге болады. Сәби қақаған қыста қоқыстың арасында қатып қала жаздады. Ал адвокат болса Кайланы мейірімді ана етіп көрсетуге тырысып жатыр. Ол баланы қалай күту керегін де білмейді. Маргарет Исаядан айырылып қалса не боларын елестетудің өзі қорқынышты екенін айтты. Сотта Кайла Исаяның әкесінің кім екенін білмейтінін мойындады. Онда оған баланы тәрбиелеуге кім көмектеседі? Достар ма? Олар да өзі сияқты тәуелді адамдар. Жүктілік кезінде анасы есірткі қолданса, мұндай балаларда ұстамала, миға қан құйылу, бауыр аурулары болуы мүмкін. Олар өте ашуланшақ болып өседі, оқуда қиындық көреді. Сондықтан оларға сабырлы әрі байсалды ата-ана қажет. Кайла кішкентай досына жолығып, оған қаншалықты қиын болса да шыдауды өтінді. Бір күні есейгенде бәрі жақсы болады деді. Кадар баланың нәсіліне ерекше назар аударды. Қамқоршы ата-анасы үйіне бір рет болса да қара нәсілді адамдарды шақып көрді ме? Бұған қоса, адвокат Чарлидің әйеліне жұмыстағы әріптесімен опасыздық жасағанын анықтады. Демек, олар да мінсіз ата-ана емес. Екі ана дәретханада кездесіп қалды. Әуелі Кайла Маргареттен кешірім сұрады, бірақ артынан екеуінің арасында жанжал басталды. Кайла оның өз жүзіне қарауын суап, Исаяның нағыз анасы өзі екенін айтты. Маргарет болса, кез келген жануарда туа алады, бірақ жануарлардың өзі балаларын қоқысқа тастамайды деді.
Сендер тек терінің түсі туалаған айтасыңдар, басқа айтар уәждерің жоқ, деді Маргарет. Чарли әйелі өзін тез кешіреді деп ойлаған еді. Бірақ Маргарет енді оның жанасуына да жиіркенішпен қарайтын болды. Бала асырап алу агенттігінің басшысы балаларды мүмкіндігінше өз нәсіліне сәйкес отбасыларға орналастыруға тырысатынын айтты. Бала бірнеше жыл бойы ақ нәсілді отбасында тұрса да, кейін оны бәрібір қара нәсілді отбасыға беруі мүмкін екен. Агенттікке балалардың жан дүниесінен гөрі саясат маңыздақ сияқты көрінді. Эдди Кайланы сот ғимаратының алдында күтіп алып, ажырасуға өтініш бергенін айтты. Барлығы шешілген соң оған қайта оралатынын жеткізді. Кадар Исая қара түсті қуыршақтармен ойнай ма, афроамерикалықтардың мәдениеті мен тарихы туралы кітаптар оқи ма, ол кітаптарда қара нәсілді кейіпкерлер бар ма, және өзіне ұқсайтын адамдар жоқ әлемде өзін қалай сезінеді деп сұрады. Что это значит, мистер Льюис? Что у нас кожа не того цвета? Маргарет тері түсі туралы бос әңгімені тыңдаудан жалыққанын айтты. Адвокат мысқылдап, өзіңізді ақ нәсілді құтқарушы сезінбейсіз бе деп жауап қатты. Маргарет қатты күйзеліске түсті. Көп ұзамай судьяның шешімі жарияланды. Судья егер анасы өз міндетін атқа алатын жағдайда болса, әсіресе ұлтаралық бала асырап алу мәселесінде, балаға өз анасымен бірге болған дұрыс деп есептеді. Маргареттің үміті үзілді. Ол тіпті апелляция бергісі де келмеді. Исая енді оның ұлы емес еді. Әйел баланы киіндіріп, енді Кайламен бірге тұратынын айтты. Исая кез келген уақытта қайта ораламын деп ойлады, бірақ Маргарет оған шаш қыстырғышын беріп, өзін ешқашан ұмытпауға уәде беруін өтінді. Бала Ханнамен қоштасып, ақ нәсілді анасын құшақтай алды. Әлеуметтік қызметкер оны күштеп ажыратып, көлікке отырғызды. Исая әл-дәрмені таусылып ұйықтап кеткенше тоқтамай жылады. Оянғанда өзін бейтаныс әрі қорқынышты жерде көрді. Қасында өзін анамын дейтін әйел отырды. Мұнда оның заттары да, ойыншықтары да жоқ еді. Көңілді бала бір сәтте тұйық әрі мұңды балаға айналды. Кейін Исаяны балабақшаға алып келді. Мұнда адамдар өте көп, әсіресе өзі сияқты қара нәсілді кішкентай балалар жетерлік болатын. Кайла оны жалғыз қалдырып, жұмысқа кетіп қалды. Чарли Маргареттен өмірін жалғастыруға тырысуын өтінді. Оның өз туған қызы әлі бар екенін айтты. Бірақ Маргаретке мұның соншалық ауыр боларын ешкім айтпаған еді. Ол кішкентай Исаяны қатты сағынды. 2 апта өтті. Ұлы Кайламен әлі де сөйлеспейді. Ал Кайла оған қалай қарау керегін білмейді. Бір күні Исая гамбургердің орнына қыздың саусағын тістеп алды. Мен анама барғым келеді деп айқайлап, дәмханада бүлік шығарды. Сол түні Кайла оянып, Исаяның еш жерде жоқ екенін байқайды. Ол бүкіл пәтерді іздеп жүріп, баланы суық ваннаның ішінде ұйықтап жатқан жерінен табады. Кайла бұлай жалғаса беруге болмайтынын түсінді, өйткені өзі де бір кездері әрбір жаңа қамқоршы отбасына барған сайын торға қамалған аң секілді сезінетін. Келесі күні Кайла Маргаретке хабарласып, балабақшаға келуін өтінді. Ол ештеңені ойламастан ұлын қайта алғысы келгенін мойындады. Сосын Маргареттен Исаяны құшақтап, бәрі жақсы болады деп айтуын сұрады. Бала бәрін түсінгенше олардың отбасында тұрады. Исая әдеттегідей тағы да жылап, айқайлап жатты, бірақ Маргаретті көрген бойда көз жасын бірден тоқтатып, анашым деп айқайлап оның құшағына жүгіріп келді. Енді олар Кайла екеуі Исаяны бірге тәрбиелейді. Өйткені ең бастысы оның бақытты болуы еді. Осымен фильм соңына жетті. Достар, егер сіздерге шолу ұнаған болса, каналға тіркеліп, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бұл бізге әрі қарай көбірек видео шығаруға шабыт береді. Сіздермен бірге болған әдеттегідей қысқа нұсқа каналы келесі кездескенше аман сау болыңыздар.